Ассалаумағалейкум, қаптаған ел, жылқысын жалын кесіп баптаған ел, бүгін міне думанды той болар деп, асқазанды сарымайдай сақтаған ел, армысыңдар бәріңден жастағаның, ашық болсын жайылған дастарханың, шежірені шертетін шекесінен, сәлем бердік төрдегі ақсақалым. Талабымды салмақтап бағалармын, жолымен жүріп келген бабалардың, нарықтада қынтетіп майыспаған, қалайсыңдар қаранардай ағаларым, алдарыңызға келіп тұрған, бір Аллаға сеніп тұрған, ұлы жүз Сергелі Батыр елінің баласы, Келі Қазығұрт ауданының тумасы, Түркістан облысы мен Шымкент қаласының асабасы, Сапар деген ұлдарыңыз мен болам, қуаныш құтты болсын деп, той төріне келіп отқан баршаңыздар, бір қол соқпайыңыздар артықтағайын. Бүтін болса ел жақсы, сұлу болса көл жақсы, адасқанға ай жақсы, ал жылқыға сай жақсы, мінгенге тай жақсы, ұстамаса гай жақсы, нанға жаққан май жақсы, бермесе де бай жақсы, бәрін айтты бір тай, сарайыңды ашатын, шалшағанды басатын, осындай біздің көңілі кең сарайдай тасыған той егелерінің үйінен құдалармен ішкен шай жақсы дейді ардақтағайын. Той құтты болсын деп, арнайы қуанышты бастауды жөн көрдік. Осы қуанышты ағаларымыздың құрметіне жақсы құдаларға деген тамаша ән шашуымызды айтайық. Бауырайдан кеп отқан құдалардың алдында осылай әнімізді айтып болдық. Сөйтіп айтып болып ек, біздің осы нағашымыз Ғабит қой, сіздің есіңіз. Осы Ғабит сияқты бір нағашы құдаларымыздың арасынан бір кісі шықты да, "Ей жігіттер, осы өлеңді қайтан айтыңызшы" деді. Төрт әнімізді қайтан айтып берсек, екінші рет айтып болғанымыз сол еді, қайтан айтыңызшы деді. Үш рет айтып, одан кейін жаңағы өлеңнің образына кіріп кеткенбіз. 10 рет айтып қойыппыз. Ақырында жаңағы жанымызда тұрған бір көкеміз келіп, "Ей шырақтарым, басқа өлеңдерің жоқ па сендердің?" Басқаны айтсаң да шаршап кеттік сендер. Мына өлеңді 10 рет айтқанбыз, жұп қылып 2 рет айтқанды естігенбіз. 10 рет айтқанды естімеппіз осы уақытқа дейін. Деп кейін мен көкемден сұрадым. "Көке, мынау енді бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ қой. Бір өлең неғып 10 рет айтқызыңыз десем, сендер шырақтарым бірінші осы өлеңді қарт бұрыңыздар деген қалғанды айтасыңдар" дейді. Сондықтан мынау әніміз өздеріңізге ұнап көңілден шығып жатса, әрине елімізге Төле Би ауданына сонау Атберлетіп Алатаудың бауырайының Алматы елінен келіп жатқан құдашалардың құрметіне бір жақсы әнімізді айтайық. Ауылға келіп жатқан барша жан ауылға деген сағынышымызды осылармен жақсылық басайық.
Шынберген Сүлейменовтің әнінде жазылған, Қайнар Алагөзовтің сөзінде жазылған ауылға сағыныш деген тамаша әнді өздеріңізге тарту етеміз. Алламызға көйлек деген тамашаны өздеріңізге арнайы арнаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, Аллах Қызыл көйлек үстіне кигені, шарасы нұр шашының түйгені, еркелейді даланың гүлінде. Әттең ай,
ойпатар жүзген теңіздегі көңілім алла ұшып сені іздедім ұялмай отырмын бәрімізде жүрегімде Сіздерді болсын, өмірлеріңіз мәнді болсын, киімдеріңіз сәнді болсын, сіздерде керемет құдашаларға елдің бәрі тәнті болсын деп тамаша әндеріміздің бірі әкені, ананы құрметтеп сыйлаған ата-ананың бағасын білген қазақтың ұрпағымыз. Сондықтан сондай бір тамаша әндердің бірі белгілі сазгер. Сонау 40 жылдар 86 жылға желтоқсан оқиғасына арналып жазылған Қарабауыр Қатсалдақ әнінің авторы Лесбек Аманов ағамыздың әніне мынау енді керемет Қаңлы елінің сұлу қызы, Қаңлы елінің келіні, Сарағаштың әдемі қызы Қазығұртқа келін болған Гүлжан Сұлтанқызы деген ютубтан көргендеріңізде бар шығар. Сондай бір керемет сазгер әпкеміздің орындауында сол кісінің тамаша әні бар, жақсы екен деген тамаша әнді өздеріңізге орындап берсек па деп жатырмыз. Астамды болсын, Құдай қаласа қуаныш құтты болсын дейміз ағайын. Ата-аналарымыз аман болсын. Елге келгенде әкемнің бары жақсы екен, жарығым деп қарсы алған анамның бары жақсы екен, анамның бары жақсы екен. Алдымдағы тірегім ағамның бары жақсы екен, еркелетіп сыйлайтын жеңгемнің бары жақсы екен, жеңгемнің бары жақсы екен. Жанашыр болып келетін Ферузадай әпкемнің бары жақсы екен, қайын жұртын ойлайтын жездемнің бары жақсы екен, жездемнің бары жақсы екен. Анасым күшім қуатым, інімнің бары жақсы екен, келгенде күліп шай беретін келіннің бары жақсы екен, келіннің бары жақсы екен. Бір топ болып тұратын Ғабит Құдамдай нағашың бары жақсы екен, нағашыны сыйлайтын жиеннің бары жақсы екен, жиеннің бары жақсы екен. Елімді елге қосатын қызымның бары жақсы екен, мың жылдыққа жалғасқан сіздердей құдамның бары жақсы екен, құдамның бары жақсы екен. Сырыңды жанға ашпайтын досыңның бары жақсы екен, жаныңа жалау болатын перзенттің бары жақсы екен, перзенттің бары жақсы екен. Бірін айтпа бірін айт, бас иен болған жақсы екен, шаттыққа толы шаңырағың бол, аман сау жүрген жақсы екен.
ekan, aman sağ жүрген жақсы екен, шаттыққа толы сіздердей құда-құдайлармен той-тойлап жүрген жақсы екен, аманда жүрген той-тойлап жүрген жақсы екен. Рахмет, қане. Сіздерге арнайы, қанеке, көңілді отырыңыздар. Сіздерді айды бөктеген үйменсіз тұнжырақпай біткен, шалып сонан соң кетемін ұйықтап кетсем төземде сай біліп көрем. Мінемде шаламдалдым
ішпей қоясың. көргендерін жасап жатыр. Алғыс айтуға кішкене тоқтамайтқан жағдайымыз. Көңілді әніміз әрине тоқтамайды. Жалпы қазақтың екі қалтасы болады екен. Бір қалтаға, он қалтамызға ниет қылып, осы той егелері той жасап жатыр. Осы кісілерге кішкене қосқанымыз болсын деп, он қалтасына той жасап келеді екен. Мұны сол қалтасына әйтеуір мына өнерпаздар жанымызда жағып атса, Құдай қаласа, осы тойға уаса берсін деп. Gece bölümde bu kadar mı?